Бақа мен кірпі. Көлшік маңындағы көгалда бақа мен кірпі бір-бірінің түрін көріп қайран қалысыпты. Көзі бадырайып, жүрегі үлпілдеген бақа: "Тұлға бойың түгел тікенек, не деген тұрпайсың?" депті кірпіге. Бақаға батпай бейғып тұрған кірпі: "Өзгелердің көзінше тұла бойың тыртиып, жалаңаш жүрген сенің түріңді келісіп тұр екен. Түріңді көргенде денемнің түршіккенінше" деп тікенектерін тікірейтіп, тұмсығын жырайтып күліп жіберіпті. Екі аяғымен жер тіреп, еңсесін көтеріп, көл бақаштей сескенсе де есесін жібергісі келмейді. Осы көк майсаға бір ауgnамай өмір бойы тікенек арқалаған тіршілігін құрсын депті көмейі бүлкілді. Бұт борбайыңды шөпке жүргізіп, жалаңаш жүрген сенің тіршілігін құрсын депті кірпі тікенек арқасын шегірге үйкөп қойып. Бақа сол тікенек өзіне қадалғандай қаймығып былай деп бақылдай жөнеліпті: "Жан сая деп білгенім, жалғыз ғана көз менің, жап жалаңаш жүргенім, жай мәнісі сол менің. Жалынайын мен кімге, жан қысылма әрдайым, суға дереу сүңгуі, жалаңашпын даптайын." Бақа жайын түсінген кірпі де қыртысы жазылып тіл қатыпты: "Бар шыныңды бүкпеген, мен де сенің өзіңдей, біреу көрсе бүктілім, өлтірім сезілмей. Домаланған тікенге көз барлар жолай ма? Көне қоймас икемге мен бір жатқан шоғайна. Жыланды да жабысып, жылжытпаудың не босы, қамшыласа алысып, қан болады денесі." Кірпі соны айтып, жылан ұстағандай жиырыла қойыпты. Бақа шоп етіп суға үңгіп кетіпті.